Жентай Аружан, Тимур қызы. Абай Құнанбаев, 8-ші қарасыз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу бей. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес. Олар өздерде үздік кісіміз. Өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзелік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын және тыңдайын десе де қолы тиме. Басында өзіндік жұмысы бар ұлығымызға жазал болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды білдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды білдіріп аламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қол тимейді. Байлар, олар өздері бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адамдық, адалдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы паралы болса болады дейді. Оның діні, құдайы, халқы бәрі мал. Сөзді қайтып оқсын, ұғайын десе де қолы тиме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Қыз суық сығанақ солардан сақтанбақ. Солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін алып келіп, аяғын мақтанға орналастырғанша қашын. Қол тимейді. Енді ұры залым, сұмсырқия, өздері де тыңдамайды. Мұнша қой жүнді қоңыршалар күнде көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда ақыл, білім, ғылым кедейге керек жоқтайық. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтайға айт дейді. Оның ізгеменен өсіс жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.